Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры қатпарлы үгітіліп тұратын Наполеон тортын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр жасайтын үлкендеу ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз. Оның үстіне тоңазытқышта мұздап тұрған сары майды бөліктерге бөліп салып аламыз. Қолымызбен жақсылап езіп араластырып аламыз. Сары май бізде пайызы жоғары 72-82% болуы өте маңызды. Тағы да тоңазытқышта мұздап тұрған болуы керек. Ортасын осылай ашамыз. Суға шым-шым тұзды, бір жұмыртқаны, 9% сірке суын салып, шаншқымен араластырып аламыз. Су, жұмыртқа барлығы тоңазытқышта мұздап тұрған болуы өте маңызды. Енді осы суды оның үстіне саламыз, араластырып, біріктіріп, қамыр илейміз. Қатты кәдімгі манты жасағанда қамыр сияқты олай илеп жібермейміз. Бізге сары майы еріп кетпеу керек. Тек қана қолымызбен араластырып, бір-біріне жабыстырып, біріктіріп, қолға жабыспайтын халге келтірсек жеткілікті. Егер де қатты араластырып, сары майларын ертіп жіберетін болсақ, біздің Наполеон тортымыздың қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қатты ертіп жібермейміз. Міне дәл осы видеодағыдай бір-біріне жабыстырып, біріктіріп аламыз. Енді осы қамырды өзімізге керекті бөліктерге бөліп аламыз. Мен 10 бөлікке бөліп алдым. Мен 26 диаметрлі формада пісіретін боламын. Егер сіздер лист көлемінде 4 бұрыш етіп, үлкендеу етіп жасайтын болсаңыздар, соған қарай бөліктерін азайтып жасасаңыздар болады. Барлығын осылай домалақтап, үстін пакетпен орап, тоңазытқышқа бір түнге қалдыратын боламыз. Осы кезде де өте жылдам жұмыс жасаймыз, қамырымыз еріп кетпеу керек. Бір түнге не болмаса аз дегенде 4-5 сағатқа қалдыруымыз керек. Сол кезде қамырымыз тынып, бір-біріне жабысып, өте жақсы жайылатын болады. Міне менде қамырым бір түн тұрды. Енді осыны пергамент қағаздың көмегімен жайып алатын боламыз. Өзімізге керекті өлшемде пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Өте тез пісіп шығады. Біздің кождарымыз 4-5 минутта пісіп шығатын болады. Дәл осылай үстіне пергамент қағазын қойып жаятын болсаңыздар, өте оңай жайылады. Өте жұқа етіп, барынша жұқа етіп жайып аламыз. Үстіндегі қағазды алып тастаймыз. Өзімізге керекті формада осы жерде кесіп алатын боламыз. Мен 26 диаметрлі формамен кесіп алдым. Сосын ол піскеннен кейін 24 диаметр болып кішірейтін болады. Үстін шаншқымен тесіп шығамыз, листке қойып пісіріп алатын боламыз. Міне менде барлық кождарым пісіп шықты. 24-23 диаметрге кішірейді. 10 кождың барлығын осылай пісіріп алдым. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Мен креміне сары май мен қайнат қолтырылған сүт, яғни сгущенка пайдаландым. Мен Наполеон торттың күсірлеп, қатпарлы болып шыққан қалағандықтан осы кремді пайдаландым. Егер сіздер Наполеондарыңыз жұмсақ болып қамыры шығуын қаласаңыздар, заварной кремден пайдалансаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сары майды миксермен ағарғанша араластырып алдым. Сосын үстіне қайнат қойылтырған сүтті салып, тағы да миксермен араластырып, крем жасап аламыз. Бұл крем бізде ең оңай жасалатын, дәмі ерекше крем болып саналады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Әрбір кожды қойып, үстіне 2-3 ас қасықтан крем салып, абайлап, осылай щотканың көмегімен жайып шығатын боламыз кремді. Біздің кождарымыз өте нәзік болғандықтан, дәл осылай жағып шығамыз креміні. Мен кальцоның көмегінсіз жинадым тортты. Егер де сіздерге кальцоға салып жинаған ыңғайлы болса, кальцомен жинасаңыздар болады.
Сосын үстіндегі кожды терісінен қойып, үстіне ауырлау зат қойып, торттың үстінен басатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Өздеріңіз қалағанша үстін басып, тортты төмендетсеңіздер болады. Қатты басып жібермейсіздер, аралары ашылып, біздің слойларымыз көрініп тұруы керек. Сонда өте әдемі болып шығатын болады. Ең үстіңгі қабатына да крем жағамыз, шеттеріне де крем тигізіп шығамыз. Кождың шетінен шыққан қамырларыны майдалап езіп, крошка етіп, барлық жерін осы крошкамен қаптап шығатын боламыз. Біздің тортымыз дайын. Енді тағы да 4-5 сағатқа не болмаса бір түнге бетін жауып тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде кремдері сіңіп, өте дәмді болып шығатын болады. Тоңазытқыштан алып, үстіні өздеріңіз қалауларыңызша әсемдеп, әдемлеп қойсаңыздар болады. Міне енді тортымызды кесіп көрсететін боламын сіздерге. Қамыры өте дәмді, ауызға салсаңыздар еріп кететін, өте қатпарлы, күрсілдеп тұратын болады. Міне арасында слойлары көрініп, өте әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Ең оңай рецепт деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!